Сабағымызға дайынбыз ба? Мұндай болса, бүгінгі біздің тақырыбымыз тыныс алу мүшелері жаратылыстану. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын шаттық шеңберін жасап алайық. Орнымыздан тұрып, бәріміз көңіл жылап алайық. Балалар, жақсы. Енді сабағымызды бастамас бұрын біз асық әдісі арқылы топқа бөлініп алайық. Сабағымызды бастамас бұрын уық бағалау әдісі арқылы бүгін сабағымызды бағалаймыз. Бізде алдымызда әрбір балада уық әдісі тұр, алдымызда дискриптор арқылы өз-өзімізді бағалаймыз. Енді балалар, үйге қандай тапсырма берілді? Ас қайда қорытылады? Дұрыс айтады. Ас қайда қорытылады? Жақсы балалар. Енді бүгін біз үй тапсырмасын пысықтау үшін кигіз үй әдісі арқылы сұрақтарға жауап береміз. Қане балалар, кім шығады? Әдісінде сұрақтар бар. Келе ғой, Ақерке. Тамақ құрамында нелер болады? Тамақ құрамында нәр, өз, май, көмір, су болады. Балалар, дұрыс па? Келе ғой. Оқимыз. Көмір су не береді? Көмір су энергия береді. Жақсы, дұрыс балалар. Келесі кімді сұраққа кім шығады? Алина. Май неден алынады? Май өсімдіктерден, жануардан алынады. Дұрыс па балалар? Жақсы. Келесі сұраққа кім шығады екен? Нүкетай келе ғой. Нәр өз ағзаның көреді. Дұрыс па балалар? Келесі сұраққа кім жауап береді? Інжука. Ас қорытуға нелер жатады? Ас қорытуға ауыз қуысы, өңеш, азан, ашшек, тоқшек жатады. Дұрыс па балалар? Келесі сұраққа кім шығады? Келе ғой, Аймырза. Ас қорыту дегеніміз тамақтың ағзаға сіңуге және тамақтың ұсақ бөлікке ыдырау үдерісін ас қорыту дейді. Дұрыс па балалар? Балалар, мен сендерге қандай тапсырма бердім? Модель жасауға бердім, иә? Енді осы модельді кім жасап келді екен? Айгербес келе ғой. Мен үйде ас қорыту мүшелеріне зерттеу жұмысын жасадым. Ас қорыту дегеніміз тамақтың ағзаға сіңуге ыңғайланып, ұсақ бөлікке ыдырау үдерісін ас қорыту деп атаймыз. Ас қорыту ауыз қуысынан басталады. Ауыз қуысында ас ұсақ бөлікке бөлініп, секенмен ыңғалданады. Одан кейін өңешке барады. Өңеш арқылы асқазанға түседі. Асқазанда сөлімен араласып, жартылай ботқаға айналады. Одан кейін ол ашшекке барады. Ашшекке бойындағы құнарлы заттар қабып атып, ары қарай тоқшектен сыртқа шығады. Қошеметтейміз. Айгербес бүгінгі моделін өз қолымен жасаған екен. Көрдіңдер ме? Қандай еңбекқор. Қошеметтейші айтты. Балалар, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз тыныс алу мүшелері. Бүгінгі сабақтың мақсаты оқушыларға тыныс алу мүшелерінің қызметін және олардың маңыздылығын түсіндіру. Міндеттері:
тыныс алу мүшелерінің құрылымын сипаттау, тыныс алу процесін түсіндіру, дұрыс тыныс алудың маңыздылығын атап көрсетеміз. Ол үшін бірінші біз видеороликті тыңдап аламыз балалар. Бүгінгі тақырыбымыз тыныс алу мүшелері болғандықтан бізде ауа мұрын қуысы арқылы жұтқыншаққа өтеді. Жұтқыншақ арқылы кеңірдекке өтеді. Кеңірдектен оң жақ және сол жақ өкпеге өтеді. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болу үшін біз видеоролик тыңдап аламыз. Біз демалған кезде диафрагма мен қабырға аралық бұлшықеттердің жиылуы кеуде қуысының көлемін ұлғайтады. Содан кейін пассивті түрде өкпенің кеңеюі жүреді және осылайша оларға ауа ағады. Біз дем шығарған кезде кеуде қуысының көлемінің азаюына байланысты өкпеден ауа шығады. Дем алғандағы ауа мұрын қуысы, ауыз қуысы, жұтқыншақ қуысы және кеңірдек арқылы негізгі ауа тамырларына түседі. Негізгі ауа тамырлары ауаны өкпеге жеткізеді. Олар ауа тамырлары және одан әрі ауа тамыршаларына таралады. Бұл игілік тәрізді бұтақтар, оның ішінде негізгі бронхтар 20-23 ұрпақты құрайды. Тыныс алу аймағы 17-ші бөлімнен басып, яғни газ алмасу ауа тамыршаларының қабырғалары көмірқышқыл газы қапшықтарға бөлінеді. Яғни Бағанадан бері тыныс алу мүшелерімен танысып жатырмыз. Енді тыныс алу жолдарымен түсіндіріп өтейін. Бірінші бізде бағана айттық, мұрын қуысы дедік, ауа мұрын қуысы арқылы өтіп, жылынып, тазартылады екен. Одан кейін ол ауа жұтқыншаққа барады олар. Сосын ауа мұрын қуысынан жұтқыншаққа өтеді. Кеңірдек, мынау бізде тұрған балалар кеңірдек. Ауа жұтқыншақтан кеңірдекке өтіп, екі өкпеге барады. Өкпе, мынау бізде екі өкпеге, оң жақ және сол жақ өкпе. Ауа өкпеге жетіп, оттекті қанға сіңіреді. Тыныс алу мүшелері және олардың қызметтерімен танысамыз. Балалар, бізде тыныс алу мүшелері нені атқарады екен? Кім оқиып жүреді? Келе қойна, Аймырза. Мұрын ауаны жылытады, тазартады, ылғандандырады. Балалар, сонымен мұрын не істейді екен? Ауаны жылытады, тазартады, ылғандырады. Жақсы. Келесі, жұтқыншақ не істейді екен Інжу? Жұтқыншақ қандай қызмет атқарады екен? Жұтқыншақ ауаны өкпеге өткізеді. Жақсы. Жұтқыншақ не істейді екен балалар? Ауаны өкпеге өткізеді. Жақсы. Балалар, кеңірдек қандай қызмет атқарады? Келе қой Алина. Кеңірдек қандай қызмет атқарады? Кеңірдек ауаны өкпеге жеткізеді. Кеңірдек не істейді екен балалар? Ауаны өкпеге жеткізеді. Жақсы. Келесі Медина келе қой. Бізде өкпе қандай қызмет атқарады? Өкпе қандай қызмет атқарады? Өкпе оттегіні қанға сіңіріп, көмірқышқыл газын шығарады. Не істейді екен балалар? Оттегіні қанға сіңіріп, көмірқышқыл газын шығарады. Мына тыныс алу жолдарының қызметтерімен таныстық, балалар? Енді балалар, бізде осындай тыныс алу мүшелерінің әртүрлі аурулары бар екен. Біз ең бірінші танысуымыз керек. Ол жөтел, бізде әртүрлі жөтел аурулар пайда болады. Ысқырық, демікпе деген тыныс алу мүшелерінде аурулар пайда болады екен. Біз оны өкпе қайтып тұр балалар мұнда? Яғни өкпе ауырып тұр. Осындай біз егер жылылықты сақтамасақ, қонсақ, осындай жөтел аурулары пайда болады екен. Қара жорған
зерттейміз. Бірінші топ пазл құрайды, екінші топ тыныс алу мүшелерін зерттейді. Қазір топпен жұмыс жасаймыз. Барлығымыз бірлесіп жұмыс істейміз. Ортада пазл құрау, екінші Biz bugün fazla kuradık. Bu tınıs alım müşterileri. Bu burun pulsu, burun pulsundan keyin inişke karadı. İnişke kiyindik. Bizde soğuk jaksen, soğuk jaklıklarımız bolardı. Жақсы, қошемет дейміз. Аймырда. Мен үйде осындай зат жасадым. Бұл біздің екі өкпеміз. Бұл біріншісі жұтқыншақ, ал мынау кеңірдек, ал бұл өңеш. Ал бұл екі өкпе, оң жақ және сол жақ өкпе. Оны бүйтеді. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тыныс алу мүшелері. Тыныс алу мүшелеріне мұрын қуысы, ауа тамыры, өңеш, кеңірдек және сол жақ өкпе, оң жақ өкпе жатады. Қошемет дейміз. Жақсы, иә балалар? Балалар, бүгінгі біз сабағымызда қорытындылаймыз. Балалар, сонымен біз қандай тақырыпты өтті? Тыныс алу мүшелері. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ондай болса бүгін біз сәйкестіру ойынын ойнаймыз. Ал кім шығады? Не дейміз келе ғой? Бұл диафрагма. Иә, дұрыс айтады. Дұрыс па балалар? Бұл не істеп атайды екен? Келесі кім шығады? Қайсы келе ғой? Балалар, ана бағалау шкаласын қойып отырамыз. Бұл жұтқыншақ. Дұрыс айтады. Қошемет дейікші енді. Алина келе ғой. Бұл кеңірдек. Жоқ, балалар, аты қалай бұны? Дұрыс тапты балалар. Не деп айтылады? Бронхы. Қазақша ауа тамырлар деп аталады. Жақсы. Келесі ертірі. Иә, бұл не? Мұрын немесе танау деп атаймыз. Қошемет дейміз. Балалар, дұрыс болған балалар, екі ұпай қосамыз, иә? Келесі, Аймырза. Дұрыс. Бұрын қуысы. Жақсы, қошемет дейміз. Ер болсын, келе ғой. Бұл өкпе. Дұрыс айтады. Бұл өкпе, қошемет дейміз. Балалар, сәйкестендіреді екі ұпай. Келесі ағетке кім қатысады?
айтып отыр, ақ елде 2 пайдан бағы қоямыз. Иә? Бұл 10 кило. Иә, бұлар 10 кило деп айтады. Қазақша ауа тамырлары. Шапағат келе қой. Бұл кеңірдек. Бұл кеңірдек, дұрыс айтады, қошеметтейміз. Жақсы балалар. Енді балалар, бүгінгі біз сабақты қорытындылап, кім қорытындылап береді? Мына сабақты бізге бүгінгі сабақта не түсіндік? Кім айтады екен? Келе ғой. Не түсіндік балалар? Бәріміз қараймыз, Аймырза бүгінгі сабақта қорытындылап. Бұл жұтқынсақ. Ауа тамыры бұрық қуысына жұтқынсаққа өтеді. Бұл ал кеңірдек. Ал мұрын ауа тамыры жұтқынсақтан кеңірдекке өтеді. Содан кейін ол 2 өкпеге барады. Ал бұл 2 өкпе. Оң жақ өкпе, сол жақ өкпе, оң жақ өкпе. Ауа тамыры 2 өкпеге барады да, және оттегі қанға сіңеді. Жақсы, қошеметтейміз балалар. Түсіндік па балалар? Иә. Кім түсінді дәлі? 3 балаға түсінді. Енді балалар, бүгін біз үй тапсырмасын не береміз? Үйге тыныс алу мүшелері және күнделігімізді ашамыз, жоба дайындап келеміз. Күнделігімізді ашайық, үйге тыныс алу мүшелері және жоба қолдап келуге. Жақсы. Енді алдымыз балалар, енді біз сабағымызды қорытындылаймыз. Балалар, алдымызда бізде уық бағалау отыр, иә? Сол арқылы бүгінгі сабағымызды бағалаймыз. Кәні кім неше алды, барып жабыстырамыз, иә? Ұпайлар санына қарап. Кәні бағаларыңды қараңдар, неше қойдыңдар? Кімдікі дайын, сол қоя береміз балалар. Келесі, бағалай береміз. Енді балалар, бүгін сабағымызды кері байланыс жасаймыз. Кәні, бағдаршама әдісі арқылы кері байланыс жасаймыз. Бүгін сабағымызды біз кері байланыс жасаймыз, бағдаршама әдісі арқылы. Онда 3 түс берілген балалар, иә? Жасыл түс өте жақсы, қызыл түс, сары түс жақсы, қызыл түс сұрағым бар деген. Кәні, біз бағдаршама әдісі арқылы кері бүгінгі балалар сабақ түсіндік бар, қарайық. Сабақты өте жақсы түсіндім. Тамаша, қошеметтейміз. Мен де сабақты жақсы түсіндім. Жақсы. Мен де сабақты жақсы түсіндім. Тамаша. Қасиет. Мен де сабақты жақсы түсіндім. Балалар, барлығыңызға сабақ ұнасты, иә балалар? Иә, жақсы. Мен де сабақты жақсы түсіндім. Жақсы. Балалар, барлығыңызға жақсы түс жанды, яғни бүгінгі сабақ бәрімізге түсінікті болды ма балалар? Иә. Ондай болса бүгінгі балалар сабағымыз аяқталды.